Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрлаусыз мүшелер. Сабақ мақсаты: сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерін ажыратып, кең жолды дәптерге әріптердің биіктігі мен мөлшерін сақтап, көлбеу, біркелкі жазуды үйренесің. Балалар, енді өткенді кішкене еске түсірейік. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Сөйлем мүшелері сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы, белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздерді айтамыз. Сөйлем мүшелерінің екі түрі болады екен: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болады. Ал тұрлаусыз мүшелер өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаулы мүшелер сөйлем құрауға негіз болады. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады екен. Бастауыш дегеніміз сөйлемде айтылған ойдың иесі болатын мүше. Баяндауыш сөйлемді тиянақтап тұратын мүше. Бастауыштың сұрақтары: кім, кімдер, не, нелер, кімі, несі, кімім, нем, неміз және тағы басқалары. Баяндауыштың сұрақтары: қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді екен. Ал тұрлаусыз мүше дегеніміз өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелер. Тұрлаусыз мүшелердің 3 түрі бар, балалар: анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Сіздерге қазір тұрлаусыз мүшелердің тек қана сұрақтарын білсеңіздер болғаны. Тұрлаусыз мүшелер мынандай сұрақтарға жауап береді: қандай, қай, кімнің, ненің, қанша, неше, нешінші, қайдағы, кімді, нені, кімге, неге, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен, қайда, қайдан, қашан, қалай, не үшін, не мақсатпен. Алан, жаңа кітапхана ашылыпты, бірге барып көрейікші. Жарайды, Дана, білесің бе, жаңа кітапхана ашылды. Сөйлемдегі жаңа сөзі тұрлаусыз мүше. Тұрлаусыз мүше дегеніміз не? Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп айтады. Олар кімді, нені, кімін, несін, кімге, неге, қашан, қайда, қалай, қандай, тағда басқа сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Асан анасын ауруханаға апарды. Бұл сөйлемдегі тұрлаусыз мүшелер анасын, кімін деген сұраққа жауап береді және ауруханаға, қайда деген сұраққа жауап береді. Түсінікті. Мысалы, мына сөйлемдердің қайсысында тұрлаусыз мүшелері бар сөйлем? Көпір салынды, жоба таныстырылды. Мұнараның жаңа жобасы таныстырылды. Мұнараның жаңа жобасы таныстырылды. Дұрыс, жарайсың, Дана. Ал енді дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 13 желтоқсан сынып жұмысы. Сөздік диктант. Балалар, мынау сөздердің ішінен тек қана дұрыс сөзді ғана көшіріп жазыңыздар. Сөздерді үтір арқылы кіші әріптермен бірінен соң бірін жалғастырып жазамыз. Ережені жаттап ал. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп атайды. Оларға қандай, кімге, неге, қашан, қайда, тағы басқа сұрақтары қойылады. 21 жаттығу: мәтінді оқы және келесі сұрақтарға жауап бер. Мәтінді оқып болсаңыздар, сұрақтарға жауап бере ойыңыздар. Ауызша. Мәтін кейіпкерлері саған ұнады ма? Оның қай қасиеті ұнады? Хакімжан ағаны мүсін өнерінің хас шебері деп неліктен айтады? Кәнеке өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе қойыңыздар. 21 жаттығу. Балалар, қазір біз берілген 3 ескерткіштер туралы сөйлем құрастырып дәптерлерімізге жазамыз. Шухан Уәлиханов
Абай, Жамбыл. 3 атақты тұлғаға арналған ескерткіш туралы сөйлем құрастырыңыздар. 22-ші жаттығу. Тиісті тыныс белгісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаза қойыңыздар. Қарамен берілген сөздерге үстіне сұрағын қойып жазыңыздар. Үй жұмысына 23-ші жаттығуды аламыз. 107-ші бетте. Және бүгінгі өткен ережені жаттап келеміз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.